Сендермен бірге Айшын ТВ. Достар, бүгін біз ертегілер сериясын жалғастыратын боламыз. Бүгін ертегілер сериясын мен айтамын. Ертеде ешкі жүні бөртеде қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Бір күні бір бай жігіт болады, ол саран болады. Сосын оның үйінің жанында бір үлкен ағаш бар екен. Оның көлеңкесі үлкен екен. Бір күні бай ағаштың көлеңкесінде ұйықтап жатады. Сол кезде бір жігіт келеді ағаштың көлеңкесіне. Сосын, ой, мына жер күшті екен, кішкене демалып алайын деп, сол ағаштың түбіне жатайын деп жатқан кезде бай ойынан кетеді. Сосын, ей, неге жатасың? Бұл менің көлеңкем дейді. Бағанағы жігітті қуып жібереді. Сосын бағанағы жігіт айтады, бәлем, қазір көрсетем дейді да. Сосын сол байға қайтып барады. Сосын бұл ағаштың түбіндегі көлеңке неше теңге тұрады дейді. Сосын бай жігіт айтады, бұл 5 миллион дейді. Себебі ол ақшаға құмар болған. Жарайды, мә дейді да, сол ағаштың көлеңкесін сатып алады. Күн өткен сайын ағаштың көлеңкесі ұлғая береді. Сосын байдың үйіндегі ас үйге шейін жетеді. Бағанағы жігіт айтады байға барып, бай, енді сенің ас үйінде еш нәрсе істей алмайсың, себебі көлеңкені мен сатып алдым. Көлеңке ас үйіне шейін жетіп тұр дейді. Күннен күнге жаңағы көлеңке ұлғая береді. Сол кезде байдың үйіндегі қонақ бөлмесіне де жетеді. Жаңағы жігіт барып байға айтады, ал бай, енді сенің ас бөлмен мен қонақ бөлменде енді менікі дейді. Бай жынданып, бәлем, мен сенің ақшаңды қайтарып берейін, мен өзімнің көлеңкемді қайтып алам дейді. Сосын бағанағы жігіт айтады, жоқ, мен бұны несімін, мен бұны кімге сатсам да өзім білем дейді. Күн өткен сайын көлеңке ұлғая береді. Келесі күні көлеңке өте үлкен болып кетеді да, байдың бүкіл үйін басып алады. Бағанағы жігіт келеді да байға айтады, бай, бүкіл үйінді босат, себебі көлеңке бүкіл үйінді жауып алды дейді. Бай амалсыздан киімдерін жинай бастайды. Сол кезде жаңағы жігіт келіп айтады оған, бай, өзің ақшаға құмар болып, маған кішкентай көлеңкені сатып жіберіп едің, енді бүкіл үйінен айылдың дейді. Бай амалсыздан көңілі түсіп үйден кетеді. Достар, осы ертегіден білгендеріміздей ақшаға құмар бола бермейді. Достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.